4 сынып оқушыларына арналған музыка онлайн сабағы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен сендермен амандасып алайық. Сәлем, привет, hello, жақсы, рахмет. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғарыш әуені. 118-121 бетті кітаптан ашыңдар. Бірінші тапсырма, ой толғау, бейнебаяндарға мұқият назарыңды аудар.
Ендеше балалар, ғарыш космос ұғымын қалай түсінесің? Көрген бейнебаяндарыңнан ғарыш әлемін сезіне алдың ба? Қай бейнебаян саған ұнады? Неліктен? Осы сұрақтарға қысқаша ғана сипаттама беріңдер. Ғарыш жерді қоршаған шексіз кеңістік, бүкіл аспан денелері, күн, ай, жер, жұлдыздары және басқа ғаламшарлар ғарыш әлемін құрайды. Екінші тапсырмаға мән береміз, тыңдаймыз және талқылаймыз. Қазіргі тыңдап өткен шығарманың аты Space Rock тобының орындауында симфония музыкалық шығармасы. Музыкасын жазған Диде Маруани синтезатор патшасы. Ол Space Rock тобын 1980 жылдары әлемге танымал еткен. Ендеше балалар, тыңдаған шығарманың қандай бағытта, халықты классикалық, эстрадалық жазылғанын анықта. Төмендегі анықтамаларға дәптерлеріңе жазып қой. Халық музыкасы, ұлттық ән күй жырлар, классикалық музыка, симфония, опера, сюита, романс және тағы басқа музыка жанрлары. Эстрадалық музыка, электронды музыкалық аспаптармен өңделген шығармалар. Қазіргі эстрадалық бағытта кең таралған стильдер, олар поп-музыка және рок-музыка. Стиль дегеніміз композитор немесе орындаушының музыкалық бейнені берудегі бағыты. Мінекей балалар, осын дәптерге міндетті түрде жазып қоясыздар. Келесі, эстрадалық стильдер поп-музыка және рок-музыкаға бөлінеді. Поп-музыка дегеніміз эстрадалық музыка бағытындағы кең таралған, тыңдауға жеңіл, көпшілікке арналған музыка. Поп танымал деген мағынаны білдіреді. Келесі екінші түрі рок-музыка. Рок-музыка 20 ғасырдың екінші жартысындағы электронды музыкалық аспаптармен орындалатын поп-музыканың бағыты. Ағылшын тілінен аударғанда теңселу, сілкіну деген мағынаны береді және нақты ауыр ырғақта орындалады.
Ендеше балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Space Rock тобының орындауындағы шығармадан өзіңе таныс музыкалық аспаптарды ата. Бейнебаяндағы шығарманың негізгі әуенінде қай аспаптың үні басым? Осы сұрақтарға дәптерлеріңе жауап жазып қойыңдар. Синтезатор дегеніміз техника мен музыканың қосындысының шыққан электронды музыкалық аспап, клавиатура түрінде жасалған синтезаторды клавиштік синтезатор деп атаймыз. Компьютерлік бағдарламалар түрінде берілген синтезатор бағдарламалық синтезатор деп аталады екен. Келесі фортепиано дегеніміз итальян сөзінен форте қатты және пиано ақырын, ішекті соқпалы клавишті аспап, пианино музыкалық аспап деп аталады. Орган дегеніміз фортепиано сияқты клавишті ең үлкен музыкалық аспап, органның жоғарғы жағында орналасқан түтіктеріне ауа жіберу арқылы дыбыс шығарылады. Сондықтан оны үрмелі клавишті музыкалық аспапқа жатқызады. Бағанағы бейнебаянда көріп өткендей, аспап клавиштерін қолмен, ал төменгі тұсын аяқпен басып орындайды. Осыны есте сақтаңдар балалар, Үйге тапсырма. Оқулықта берілген 118-121 беттегі ережелерді жаттаймыз және өткен сабақтағы байқоңыр әнін қайталаймыз. Бүгінгі өткен тақырыпты бәрің түсіндіңдер деп ойлаймын балалар, Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.